Жетісай ауданындағы әлеуметтік орталықтарға келушілердің саны артқан. Жетісай қаласы мен Асық-Ата кентіндегі Асыл қазына және тең қоғам әлеуметтік қызметтер көрсету орталығына келіп жан-жақты көмек алатын жандар өте көп. Мұнда ардагерлердің өмір белсенділігін арттыру мен бос уақыттарын тиімді өткізулеріне жағдай жасалған. Бейнеттің зейнетін көріп жүрген жандарға ем-домның бірнеше түрін қабылдауға қажетті барлық құрал жабдықтар мен емдік сауықтыру бұйымдарымен жабдықталған. Сондай-ақ олар мұнда спорт және қолөнермен де айналыса алады. Қазіргі таңда бізде біргелікте Асық-Ата кентінде филиалымыз бар. Жалпы екі жаққа мыңнан асық адамдар келіп жатыр. Мүмкіндігі шектеулі азаматшаларымыз бар. Оның өзі 100-ден астам келіп жатыр. Олардың жас ерекшеліктері 63 жастан бастап 90-92 жастағы кісілер де бар. Орталыққа келушілерге тегін қызмет көрсетіледі. Қажетті ем-дом алған зейнеткерлердің денсаулығы жақсарып, жағдайлары оңайланып жатыр. Шаршап жүрген ата-аналардың келіп, аяқ-қолы жеңілдеп, зарядка жасатып жатыр. Мынау медсестрамыз бар, күніге тексеріп, давлениемізді өлшеп тұрады. Аяқтарменен, әсіресе аяқтармен жүре алмай келеді. Көбі. Осыған көп пайдасы тиіп жатыр. Менен кейін мынау нерв успокоящий. Мен өзім, например, бронхыма мынау соленый шахтасы жақсы болды. Тұзға отырамыз, өте жақсы пайдасы бар. Одан ар жақта нерв успокоящий оған отырамыз.